Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. Мен бастауыш сынып мұғалімі Ұсылбек Сәния Маратбекқызы. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы сан есім және оның мағыналық түрлері есептік және реттік сан есімдер. Сан есім дегеніміз заттың санын, мөлшерін, ретін, шамасын білдіреді. Ол қанша, неше, нешінші деген сұрақтарға жауап береді. Алдарыңызда тұрған сан есімдердің барлығы қанша, неше деген сұрақтарға жауап береді. Сан есім екі түрге бөлінеді. Есептік сан есім, реттік сан есім. Есептік сан есім дегеніміз заттың нақты санын білдіреді. Қанша, неше деген сұрақтарына жауап береді. Мысалы, 2 билет, 2 балмұздақ. Ал реттік сан есім дегеніміз заттардың саналу ретін білдіреді. Нешінші деген сұраққа жауап береді. Реттік сан есім есептік сан есімге ыншы, інші, ныншы жұрнақтар жалғану арқылы жасалады. Мысалы, 7-ші қатар, 14-ші орын. Келесі балалар, диалогқа назар аударайық. Арман, сен нешінші мектепте оқисың? Мен 25-ші мектепте оқимын. Сен нешінші сыныпта оқисың? Мен 9-ші сыныпта оқимын. Сыныбында неше оқушы бар? 28 оқушы бар. Сен нешінші қатарда отырасың? Мен 2-ші қатарда отырамын. Сыныбында қанша оқушы күреске қатысады? 5 бала күреске қатысады. Орын алған балалар бар ма? Иә. Былтыр күрестен 1 оқушы 1-ші орынды, биыл 2 оқушы 1-ші және 2-ші орынды жеңіп алды. Рахмет, өте тамаша. Енді жаңа сөздерге назар аударайық. 1-ші, 2-ші, 3-ші орын, қатар, күрес, 2022 жыл, яғни биылғы жыл, жеңіп алу, 2021 жыл, яғни былтырғы жыл. Ал балалар, 1-ші тапсырмаға көшейік. Жоғарыдағы диалог бойынша кестені толтыр дейді. Осы диалог бойынша біз, яғни кестені толтыруымыз қажет. Осы диалогтың ішіндегі есептік және реттік сан есімдерді теріп алып, мына кестенің ішіне толтыруымыз қажет. Балалар, осы бейне жазбаны тоқтатып қойып, тапсырманы орындайық. Ендеше балалар, тапсырмамыздың дұрыс-бұрыстығын тексерейік. Диалогтың ішіндегі берілген сандарды біз есептік және реттік сан есімге орналастырып қоюымыз қажет. Бұл жерде 25 деген сан есімі есептік сан есімге жатады, 28, 5, 1, 2 деген сан есімдері есептік сан есімге жатады. Ал реттік сан есімге 9-шы, 2-ші, 1-ші, 2-ші деген сан есімдері жатады. Балалар, келесі 2-ші тапсырмаға назар аударайық. Сендердің алдарында есептік сан есім берілген. Яғни, осы есептік сан есімдерден реттік сан есім жасап, кестені толтыруымыз қажет. Осы есептік сан есімдерден реттік сан есімдерді жасау үшін біздің ыншы, інші, нышы, ніші жұрнақтарын жалғап, кестені толтыруымыз қажет. Бейнебаянды тоқтатып, тапсырманы орындайық. Құрметті оқушылар, 2-ші тапсырманың дұрыс-бұрыстығын тексерейік. Алдыларыңызда, яғни есептік сан есім, реттік сан есім берілген. Сендер осы есептік сан есімдерден реттік сан есімдерді жасауларын қажет. Яғни реттік сан есімді жасау үшін ыншы, інші, нышы, ніші деген жұрнақтарды жалғауларын қажет. Енді балалар, біз тапсырмамыздың дұрыстығын тексеріп өтейік. 9, 9-шы, 7, 7-ші, 58, 58-ші, 96, 96-шы, 491, 491-ші, 5000,
5000-шы, 7000-шы. Балалар, сендер тапсырманы дұрыс орындады деп мен сенемін. Бүгін балалар, мен сендермен сан есім және сан есімнің мағыналық түрлері, есептік және реттік сан есіммен таныстырып өттім. Бүгінгі сабақта берілген жаңа сөздерді, диалогты, сонымен бірге есептік және реттік сан есімдерге байланысты берілген тапсырмаларды бірнеше қайталап естерінде сақтаңдар. Құрметті оқушылар, назарларыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңдар.